Әдеттегідей 16 ілмек алдық. Бүгін біз резина тоқуды үйренеміз. Жиегі тегіс болу үшін міндетті түрде бірінші ілмекті іліп аламыз. Екінші және үшінші екі оң, резина узоры екі оң, екі теріс болып тоқылады. Бірінші оң, екінші оң және үшінші, төртіншіні теріс тоқимыз, төртінші ілмектерді. Яғни біз оң сол теріс ілмектерді тоқуды алдыңғы сабақтарда үйрендік. Алдыңғы сабақтарды көрмеген болсаңыз, міндетті түрде көріңіз, себебі алдыңғы сабақтарды көрмей келесі сабақтардан үйреніп кету қиын. Тағы да екі оң, екі теріс. Сол кезде бізде резина пайда болады. Резина узорын шапканың жиегіне, носкидің жиегіне, жеңнің жиегіне тоқылады. Одан бөлек резина узорымен кәдімгідей толық шапкада тоқуға болады. Міне бізде резина сияқты екі оң, екі терістен тоқимыз. Бірінші қатар кетті. Екінші қатарда дәл солай. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Екінші қатарда уже теріс жағынан басталды. Екі теріс ілмекті теріс тоқимыз. Екі оң ілмекті оң тоқимыз. Теріс ілмектерді теріс тоқимыз. Оң ілмектерді оң тоқимыз. Солай соңына дейін тоқып шығамыз. Міне, біз соңғы ілмекке келдік. Міне соңғы екі теріспен аяқталып тұр. Соңғы ілмекті де біз теріс тоқимыз, себебі бізде жиегіміз тегіс шығу керек. Үшінші қатарда да дәл солай. Бірінші ілмекті іліп аламыз. Енді оң ілмектерді оң, теріс ілмектерді теріс тоқып шығамыз. Міне, сіздерге түсінікті болып жатыр ма? Міне, терісті теріс тоқимыз. Оңды оң тоқимыз. Міне, байқадыңыздар ма? Мына біздің сұқ саусақтағы жіп теріс тоқылған кезде үстіне автоматты түрде көтеріп аламыз. Оң тоққан кезде автоматты түрде астына түсіреміз спицаның. Солай тағы 30 қатар тоқимыз. Міне, байқасаңыздар, міне біздің узорымыз көрініп жатыр. Жайлап, резина болып тоқылып жатыр. Мен сіздерге қазір өзіме қажет мөлшерде тоқып көрсетемін. Сіздер 30 қатар тоқитын боласыздар. Көргендеріңіздей мен 10 қатар тоқыдым. Өзіме осындай кішкентай образецтер жасап қойып жатырмын. Жалпы сіздер 30 қатар тоқыңыздар. Бұл жерде сіздерге жіңішке, бірақ ұзын тоқытып жатқан себебім кішкене қолдарыңыз үйренсін, бірнеше қатарда кішкене ширақталсын деген ниетпен. Солай көп тоққандарыңыз жақсы. Негізі мысалға 40 бас ілмек алып тұрып, солай 20-30 қатар тоққандарыңыз жақсы, қолды үйрету үшін. Бірақ жаңадан үйреніп жатқан кісілерге ығырын шығарып, бір жағынан енді бірден бәрі керемет болып кетпейді, сондай қиын болып жатқан кезде оны одан сайын қиындатқым келген жоқ. Сол себепті кішкентай әдемі узорлар жасап үйреніп жатырмыз. Мына жерде бізде көрдіңіздер резина. Міне,
былай жеңге қойғанда да өте әдемі резиналар болады. Мысалы бізде көп жағдайда осындай жеңге тоқиды. Және шапка тоқиды. Шапкадан да күшті қарапайым узор болғанмен күшті әдемі өрнек шығады. Міне сіздер 30 қатар тоқып келесі видеоны көріңіздер. Келесі видеода осыны қалай жабу керек екенін көрсететін боламын.